Сәлеметсіздер ме, мерген белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2024 жылдың наурыз айына астрологиялық жұлдызнама жасағым келіп отыр. Осы ай өте маңызды айлардың бірі, осы айдың екінші жартысы, өйткені ай тұтылатын болады, яғни біз коридор затменияға кіретін боламыз. Бұл өте бір маңызды кезеңдердің бірі, өйткені осы кезде адам өмірінде көбінесе глобальный өзгерістер болады. Ал осы айдың екінші бір маңыздылығы 20 наурыз күні жер бетінің солтүстік жарты шарында көктем мезгілі басталады. Ай мен күн теңеледі, жаңа жыл басталады. Қазақта да жаңа жылымыз 22 наурызға тура келеді. Сонымен қатар 20 наурыз астрология күні деп есептейміз. Соған байланысты мен осы жылы сіздермен кездесу ұйымдастырғым келген. Негізінде мені тұрақты түрде қарайтын көрермендермен кездесіп, офлайн түрде кездесіп, жалпы астрология туралы бетпе-бет сіздерге түсіндіріп, астрология деген не екенін жалпы түсіндіргім келген мен. Бірақ барлығы менің ойымдағыдай болмады, кездесе алмадық, осы жолы ұйымдастыра алмадым. Енді болашақта ұйымдастырамын деген ойдамын. Сіздер үшін осы тема актуальны ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздерге ыңғайлы ма? Кездескілеріңіз келе ма? Жалпы астрология туралы сөйлескілеріңіз келе ма? Оны қалай қолданамыз өзіміздің өмірімізде? Сол туралы білгілеріңіз келе ма? Астында комментарийда жазып кетіңіздер. Егер сондай кездесулер сіздерге қызық болса, онда мен ұйымдастыруға тырысатын боламын алдыдағы уақытта. Алматы қаласында. Енді сіздер үшін осы айда 4 және 5 секторларыңыз маңызды болады, яғни сіздің тұратын жеріңіз, сіздің балаларыңыз, отбасыңызға байланысты сектор. 10 наурыз күні бізде жаңадан ай туатын болады. Бұл жаңа ай сіздердің 4 домдарыңызда балықтар белгісінде туады. Енді жаңа ай туылған кезде мен әрдайым айтамын, жаңа энергия туылады деп. Жалпы 4 дом бұл өте маңызды осьтардың бірі астрологияда, өйткені бұл сіздің отбасыңыз, сіздің шыққан жеріңіз, шыққан тегіңіз, жаңағы тұратын жеріңіз, сіздің комфортный, өзіңізді осы өмірде комфортный сезінетін бір орныңыз. Бұл жаңа ай бойынша осы айда сіз өзіңіздің тұратын жеріңізді жақсартқыңыз келуі мүмкін, тұратын жеріңізде қандай да бір өзгерістер енгізуіңіз мүмкін. Осы кезде креативный болуыңыз әбден мүмкін. Өйткені осы жаңа ай бізде балықтар белгісінде туады. Ал балықтар белгісі бізде өте ойлау қабілеті шексіз, сондай бір креативный, воображениялары дамыған, қиялы дамыған белгілердің бірі. Сондықтан осы кезде сіздер мүмкін жаңағы әлеуметтік желіден, YouTube арнасынан болсын, жалпы интернеттен сондай бір идеялар көруіңіз мүмкін, немесе сіздің өзіңізге сондай идеялар келуі мүмкін, қандай да бір дизайн жасау, өзіңіздің бөлмеңізде, өзіңіздің үйіңізде қандай да бір өзгерістер жасағыңыз келуі мүмкін. Немесе мүлдем өзіңіздің тұратын жеріңізді ауыстырғыңыз келуі мүмкін. Бәлкім осы кезде кейбір адамдар көшуі мүмкін, жаңа кейбір адамдар мысалы жалға алып тұратын болса, басқа өзіне ұнайтын үй табуы мүмкін, немесе пәтер табуы мүмкін. Осы кезде кейбір адамдар өзінің жұмыс орнында қандай да бір өзгерістер жасауы мүмкін. Жеке кәсіпкерлер болса, өзінің жұмысында, өзінің помещениясында жаңағыдай басқаша бір өзгерістер жасауы мүмкін. Отбасыңызда қандай да бір өзгерістер жасауыңыз мүмкін. Одан кейін 10 наурыз күні Меркурий планетасы да 5 домдарыңызға кіретін болады. 5 домда бізде жаңағы креативный домдардың бірі, шығармашылық домдардың бірі. Енді Меркурий планетасы бұл сіздердің сөйлеуіңізге жауап беретін планета болғандықтан, сөйлеу жөнінде бір той-томалақта, жиналған жерлерде сөйлеу, көп адамдардың арасында сөйлеу болуы мүмкін, қонаққа баруыңыз мүмкін, қыдыру, жаңағыдай достарыңызбен жиналу болуы мүмкін. Осы кезде туысқандарыңызбен ба, сондай көп адамдар бар жерге сізді шақыру, сол жерде сөйлеу, басқалардың назарын аудару өзіңізге, осындай болуы мүмкін. Яғни осы кезде сіздер красноречивый боласыздар, сөз байлығыңыз
көтеріліп, осы кезде сөйлегіңіз келіп, басқалармен араласқыңыз келуі әбден мүмкін. Одан кейін 12 наурыз күні бізде Венера планетасы 4-ші домдарыңызға кіретін болады. Жалпы Венера бұл ақша, Венера махаббат, комфортыңыз сіздің, және де Венера дизайнға жауап береді, интерьерға жауап беретін планеталардың бірі. 4-ші дом болғандықтан бұл сіздің тұратын жеріңіз. Қандай да бір күшті дүниелер алуыңыз мүмкін, сізге ұнайтын нәрсе немесе сіздің комфортыңызға байланысты әйел адам болсаңыз, сізге керекті нәрсе, мысалы сіз тамақ жасауда болсын, немесе үйге керекті нәрселер сіз алуыңыз мүмкін осы кезде. Немесе Венера бойынша сізге ұнайтын жер болуы мүмкін, сізді сүйіктіңіз мүмкін сізге ұнайтын жерге, сізге ұнайтын ресторан, сізге ұнайтын кафеге шақыруы мүмкін. Жалпы сіз өзіңізді комфортно сезінетін жерге шақыруы мүмкін. Одан кейін 25 наурыз күні бізде ай тұтылатын болады. Бұл ай таразы белгісінде сіздердің 11-ші секторларыңызда тұтылатын болады. Жалпы айдың тұтылуы өте маңызды кезеңдердің бірі деп айтып кеттім, өйткені осы айдың күннің тұтылуы кезінде 14 күндік коридор затменияға кіретін боламыз. Яғни бұл 14 күн аралығында адамның да көзі тұтылады. Сіздердің көз алдыңызда бір перде тұрғандай болады. Кейбір нәрселерді байқамауыңыз мүмкін, кейбір нәрселер жіберіп алуыңыз мүмкін. Жалпы осы кезде өзіңіз 100% сенімді емес шешімдер жасамаңыздар. Егер осы уақытқа дейін пісіп жетілген қандай да бір жұмыстар болса, міндетті түрде жасаңыздар. Айдың күннің тұтылуы кезінде қабылданған шешімдер өте ұзаққа барады. Осы кезде үйленген адамдар өте ұзаққа барады. Олардың жаңағы қарым-қатынасы өте мықты болады. Енді 25 күні бізде ай тұтылса, 9 сәуір күні күн тұтылып, осы коридор затмения жабылатын болады. Содан кейін бастап сіздер өздеріңіздің қандай да бір қажетті жұмыстарыңызды, қажетті шешімдеріңізді жасасаңыздар болады. Енді бұл таразы белгісі болғандықтан барлық нәрсені келісіп шешу керек сіздерге. Бұл жерде таразы белгісі бізде барлығын келісіп, компромиспен шешкенді, ақылдасып шешкенді ұнататын белгілердің бірі. Сондықтан барлығын ақылға салып ақылдасу керек. Енді сіздер үшін осы айда 4-ші домдарыңыз бен 11-ші домдарыңыз маңызды болып тұр. Жалпы 4-ші дом деген бұл сіздің отбасыңыз, көп нәрселерді, көп жұмыстарды отбасыңызбен ақылдасуға тырысыңыздар. Басқа адамдарға ыңғайлы ма, басқа адамдар не ойлайды, сіздің отбасы мүшелеріңіз не ойлайды, соны міндетті түрде ескеруіңіз керек. Енді 11-ші домға келсек, бұл сіздің достарыңыз. Осы кезде сіз өзіңіздің достарыңыздың шын бет бейнесін байқауыңыз мүмкін. Жалпы сіз туралы не ойлайтынын естуіңіз мүмкін, немесе сезінуіңіз мүмкін. Осы кезде сіздердің достарыңыз мүлдем басқа болуы мүмкін. Жалпы сіз қазіргі араласып жүрген адамдар басқа, одан кейін араласатын адамдарыңыз басқа болуы мүмкін. Жалпы круг общения дейді ғой, сіздердің араласатын ортаңыз өзгеруі мүмкін. Және де 11-ші дом бойынша бұл жаңағы любовный треугольник болуы мүмкін. Егер сіз сондай қарым-қатынаста болсаңыз, онда осы затмениядан кейін сондай қарым-қатынастарға нүкте қойылатын болады. Яғни сіздер бір шешім қабылдайтын боласыздар. Жалпы сіздерге бұл керек па, керек емес па деген сияқты. Одан кейін 11-ші дом бізде интернет, социальный сетьқа жауап береді. Осы затмениядан кейін сіздер жаңағы блогер болам деп шешуіңіз мүмкін, өзіңіздің парақшаңызды жүргізем деп шешуіңіз мүмкін. Немесе егер сіз жүргізіп жатқан адам болсаңыз, онда сіздер басқа стильға көшуіңіз мүмкін, басқаша жүргізем деп шешуіңіз әбден мүмкін. Одан кейін Сатурн планетасы мен Юпитердің секстиль аспектіне тоқталғым келіп тұр. Бұл мүмкіндік беретін адамға таңдау беретін өте гармоничный аспекттардың бірі. Бұл екеуі сіздердің 4-ші, 6-ші секторларыңызды әрекетке түсіріп тұр. Жалпы Сатурн планетасы бұл уақыттың, жаңағы шектеудің, жауапкершіліктің планетасы болса, Юпитер бұл керісінше адамды үлкейтеді, кеңейтеді, адамға бір сыйлық беретін планеталардың бірі. Енді бұл жерде қандай да бір жұмысыңызда жаңа условиялар болуы мүмкін, немесе бұл жерде Сатурн бойынша керісінше шектеліп үйде жұмыс істеуіңіз мүмкін, немесе сіздер қосымша бір үйде істейтін жұмыс табуыңыз мүмкін. Бірақ та жаңағы
табатын ақшаңыз көп болуы мүмкін. Үйде жасайсыз, бірақ табысы мол болуы мүмкін. Одан кейін 4-ші дом адамның іш жағына жауап береді. Түп терең тамырына жауап береді. Жалпы адамның ішкі эмоциональный состояниесі. Өйткені 4-ші дом бұл ай планетасының домы болғандықтан адамның ішкі состояниесі. Жалпы сіздің ішкі состоянияңыз Сатурн бойынша тұрақты болса, сіздің табысыңыз Юпитер бойынша мол, керемет болады деген сөз. Міне достар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Осы планеталардың жүрісін, қозғалысын, аспекттарын барлығын өздеріңізге тек жақсы жағынан пайдалануларыңызға тілектеспін. Ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын, бақытты болыңыздар, бай болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.